Баршаңызға сәлем, сіздер мен Динара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көп кондитерлердің проблемасы болатын осындай қара тортты қалай жасау керегін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен кәдімгі крем-чиз на масле кремін жасап аламыз. Рецепті менің парақшамда бар, кіріп көрсеңіздер болады. Описаниеге ссылкасын қалдырып кетемін. Крем-чиз на масленің. Ең алдымен жұмсақ сары май мен сахарный пудрамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстінен творожный сырды қосып, тағы да бір келкі болғанша осындай крем жасап аламыз. Біздің креміміз плотный осындай болып шығады. Енді екінші ыдысты аламыз да көз мөлшермен кішкене ғана кремді бөлек қоямыз. Осындай азғантай ғана, көп керек емес, жартысы да емес, бір 100 грамм, 70-100 граммдай жетеді. Енді осы кремге осындай қара краситель қосамыз. Менде осындай Vivit атты жирорастворимый краситель. Оны да көз мөлшермен қосатын боламыз. Қазір миксерлеу барысында егер аздау болатын болса, тағы кішкене қоссаңыздар болады. Енді осыны жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осындай түс болып тұр. Және оның үстінен бір шай қасық какаоны қосып аламыз. Бір шай қасықтан көп болмасын, осы бір шай қасықтың өзі жеткілікті. Енді осыны да жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бізде қою қара түсті крем шықты. Енді бұл кремімізді кондитерлік қапшыққа салып қоямыз және холодильникке салып қоямыз. Міне 7-8 сағат холодильникте тұрған тортымызды шығарып, кольцодан босатамыз. Мен осылай тортты кольцоға, ацетатный пленкаға, одан кольцоға жинағам. Бетін пищевой пленкамен жауып қойғанмын. Холодильниктегі басқа иістер тортқа сіңіп қалмас үшін. Міне енді ацетатный пленканы шешеміз. Бұл жерде менде шоко банан торты. Енді тортымыздың сыртын креммен қаптайтын боламыз. Бізде жаңағы екі түрлі крем, біреу ақ, біреу қара. Ең алдымен ақ кремді тортқа жағып шығатын боламыз. Осылай жүргізіп шығамыз. Ең алдымен астына, одан кейін жоғары жағына, одан кейін төбесіне жүргіземіз. Және тортты осылай бір келкі етіп, кремді әдемілеп жүргізіп шығамыз. Кремді. Ең соңында осындай үстіне жағып шығамыз. Барлық кремді саламыз үстінен. Дәл осы тәсілмен жасасаңыздар, тортты қаптау оңай болады, тегістеу. Енді осылай бетін спатуламен жүргізіп шығамыз. Осылай 3-4 рет айналдырып жүргізсеңіздер, беті тегіс болады. Енді шпательмен жанын осылай жүргіземіз. Бұл жерде поворотный столиктің рөлі өте маңызды. Поворотный столикке тегістесеңіздер, көп уақытты алмайды. Аз уақыттың ішінде тортыңыз тегіс болып шығады. Осылай айналдыра жасаймыз. Енді осындай жағылмай қалған жерлеріне креммен толықтырып шығамыз. Аз-аз креммен осылай жағып шығамыз тортқа. Енді жоғары жағындағы кремдерін, артық кремдерін алып тастаймыз. Дәл осы тәсілмен алып тастаған кремді осылай шпательге жағып, спатуланы босатып отырамыз. Әр алған сайын. Енді жанын қайтадан бір жүргізіп шығамыз тегістеп. Тортымыз осылай теп-тегіс болғанша. Міне торттың ақ кремді жақтық, түп-түзу болды. Енді жаңағы аз ғана мөлшердегі қара кремімізді осылай жүргізіп шығамыз тортқа.
жаңағыдай тәсілмен жүргіземіз, бірақ бұл жерде арасы ашық бола берсін. Өйткені қазір шпательмен жүргізіп шыққанда крем бір-біріне жағылып, тортты полный қаптайды, қара етіп. Осылай аралары ашық-ашық болады. Енді жоғары жағын қазір тегістеп аламыз. Жаңағыдай тәсілмен, спатуламен осылай әдемілеп тегістеп шығамыз жоғары жағын. Енді жанын шпательмен осылай жүргізіп шығамыз. Айналдырып жүргізе бересіздер. Тоқтамай жүргізе беріңіздер. Кремдер өздері бір-біріне жағылып, осындай қарап отырсаңыздар, міне тортқа полный жағылып жатыр уже. Егер жаңағыдай бос қалып кеткен жерлер болса, ол жерлерді де креммен толықтырып, қайтадан шпательмен жүргізіп шығасыздар. Міне бізде қара тортымыз дайын, ешқандай қиындығы жоқ. Еш қорықпай осы тәсілмен жасасаңыздар болады. Мен тортқа осындай оформление жасадым. Сіздер өз қалаларыңыз бойынша жасаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер.